Сәлем достар, бұл Кореядағы қазақ отбасы, және де осы видеода сіздер Кореядағы неміс кафесіне барғанымыз жайлы көре аласыздар. Жалпы Корея елі кішкентай ғана ел болғандықтан бір қаладан екінші қалаға тез арада жетіп алуға болады. Мысалға біз Ичхон қаласынан Юджу қаласына машинамен 30 минутта жетіп алдық. Себебі бұл неміс кафесінің орналасқан жері осы Юджу қаласында. Кафенің іші өте жайлы, салқын, атмосферасы ерекше екен. Бұл жерде халықаралық суретшілердің картиналары, неше түрлі сүйкімді сувенирлер, ерекше жиһаздар мен керемет интерьер көздің жауын алып тұрады екен. Неміс халқы достар нан өнімдеріне өте бай халық. Біреу сырмен, біреу сарымсақпен, біреу сары маймен дайындалған нан өнімдеріне тапсырыс беріп, кофемен бірге құрбыларымызбен жеп алдық. Дәмі енді достар расымен де өте керемет екен. Hello from Korea. Құрбылар демекші достары, біреуі Түркия елінің, екіншісі осы оңтүстік Кореяның өкілдері болып табылады. Әр елден болсақ та бізді осы оңтүстік Корея елі мен ағылшын тілі біріктіріп тұр. Тіл білгеніме осы орайда өзіме өте ризамын. Ал кафенің сырты достар ботаникалық бақ сияқты неше түрлі гүлдер мен өсімдіктер бар екен. Енді кадрда көріп тұрғандарыңыздай өте керемет екен. Кореядағы қазақ отбасының өмірі қызық болса, достар, тіркеліп кетіңіздер.